Сәлем, құрметті оқушым, қалыңыз қалай? Кезекті видео сабақта гармоникалық тербелістерді енді дифференциалдық теңдеу арқылы өрнектейтін боламыз. Және резонанс деген құбылыс жайлы кішкене айтатын боламыз. Так, енді құрметті оқушым, гармоникалық тербеліс деген не еді? Ол синус косинус заңына бағынатын тербеліс еді, дұрыс па? Ол жердегі мына екі толқынның арасын біз толқын ұзындығы деп атаймыз, немесе соған кеткен уақытты период деп атайтын едік, дұрыс па? Ал енді мынау қарасаңыздар, екеуінде бізде қазір жиіліктері, периодтары бірдей емес екендігі көрініп тұр. Мына жақта енді екі өркештің арасын біз бәрібір период деп атаймыз. Немесе мына жақпен табатын болсақ, міне мына екі нүктенің арасы бізге бір периодты береді. Демек, период дегеніміз ол қандай нүктеден шықса, сондай нүктеге дейін бару керек. Немесе негізгі анықтамасы қандай? Толық бір тербеліс жасауға кеткен уақыт. Мінекей оның бізге гармоникалық тербелісте отырғанымыз синус немесе косинус заңымен жаза алуымыз керек деген сөз. Енді гармоникалық тербелісте оқушылар біз мына дүниелердің барлығын айттық: амплитудасы деген не, периоды деген не, және де енді оқушылар біз теңдеуін де айтқан едік. X-тің теңдеуі, және де оны синус болады қай кезде, және де косинус болады қай кезде, оны да айтқан едік. Синус 0 градустан 0-ге тең болғандықтан синус 0-ден басталады. Ал косинус 0 градуста 1-ге тең болған, косинус жоғарыдағы мәннен басталады. Яғни косинус 0 градуста 1-ге тең болғаннан кейін, яғни максимум мәні ғой. Вот сондықтан да ол жоғарыдан басталады екен. Мұнда енді барлығын танисыздар, а деген амплитуда деген секілді. Енді оқушылар бізге бұл жерде айту керек дүние ол мына x-тің туындысы бізге нені береді? X-тің туындысы оқушылар бізге жылдамдықты береді. Ал x-тің екі рет туындысы ол бізге оқушылар үдеуді береді. Немесе x-тің екі рет туындысы деп отырғанымыз жылдамдықтың бір рет туындысы ғой, ол бізге оқушылар үдеуді береді екен. Мінекей қараңыздар, сонда x-тің туындысы бізге v-ны берсе, v-ның өзі сонда бізде оқушылар мына жерде қараңыздар, а омега синус омега-т плюс фи 0. Яғни мына негізгі теңдеуден, x-тің теңдеуінен біз туынды алып жіберетін болсақ, мына тұрған теңдеуден косинустың туындысы минус синус, сәйкесінше сөйтіп мына ішіндегі нәрсе де туынды алынады. Яғни былайша айтқан кезде оқушылар бірдей ойлаңызшы, 2 көбейтілген косинус 5х деп ше, осыдан туынды алып жатырмыз деп. Сіз не істейсіз? Минус жазасыз, 2 көбейтілген дейсіз. Косинус 5х-тің туындысы синус 5х болады. И ішіндегі 5х-тен туынды аласыз ғой, дұрыс па? Сондықтан 5 алдына шығады. Дәл сол секілді мына 2 мен 5-тің көбейтіндісі алдына шығып тұрған секілді, мына омега мен а-ның көбейтіндісі не істейді? Алдына көбейтіліп жазылады екен. Ал ол бізге нені береді? Vmax-ты береді екен. Vmax ол а мен омеганың көбейтіндісіне тең. Бізге оқушылар осы дүние қаттырақ керек болады. Өйткені осы нәрсе бізге ең маңызды нәрселер болып табылады. Демек, x тең xmax косинус омега-т деген жерде біз оқушылар xmax-ты білеміз, мына отырған зат. Дәл соңынан v тең vmax деген жерден уже ол синус болып жазылатын болса, демек vmax-ымыз оқушылар осы екі заттың көбейтіндісі екен. Келесі оқушылар уже а тең a max уже қайтадан косинус омега-т болады, өйткені мынау синус еді v-нікі. Демек одан туындатсақ қайтадан косинус шығады. Осы жердегі a max деп отырғанымыз ол бізде оқушылар амплитуда мен омега квадраттың көбейтісі. Демек, оқушылар бізге vmax-ты бүйтіп те жазуға болады ғой, айтқан кезде а деп отырғанымыз, енді сол амплитудасы ғой, біз оны xmax деп жазып алғанбыз. Неке осылайынан жазсақ болады екен. Ал а максты оқушылар сонда біз xmax көбейтілген омега квадрат ретінде айтсақ болады екен. Осы дүниелерге байланысты қазір енді біз оқушылар есеп шығаруымыз керек. Нөмірі бірінші тапсырмада не дейді? 1,5 секундтан кейінгі ығысуын сұрап жатыр. Бізге оқушылар синус косинустың мәндерін білу керек. Енді синустың 0 градустан 0-ге тең екенін білеміз. Синустың біз 30 градуста 2-ден 1-ге тең екенін білеміз, дұрыс деген секілді. Яғни 45 градуста 2 түбірас 2 бөлінген 2, 60 градуста түбірас 3 бөлінген 2. Тағысын тағы оқушылар бізге мына жерден мәндері керек болады. Негізгі теңдеуді жазып аласыз. 0,4 синус пи-т. Негізі оқушылар синус косинустың мәнін білсеңіз, бұл оқушылар өте оңай есеп. 0,4 синус пи-т. И 1,5 секундтан кейінгі дедім, соны просто қоя саламыз керек. X т-ның орнына 1,5-ті қоя саламыз. Сонда 0,4 синус пи көбейтілген 1,5. Яғни оқушылар 3π бөлінген 2 деп жазсақ болады ғой. Өйткені 1,5 дегеніміз 3 бөлінген 2 ғой. Мен оны 3π бөлінген 2 деп жаздым. Ал енді 3π бөлінген 2 деп отырғанымыз неше градус? 180 градус болса пи, оны 3-ке көбейтіп 2-ке бөлсек, шығады бізде 270 градус, дұрыс па? Синус 270 градустағы мәнін не істейміз? Әуелі ойлап тауып аламыз. Бірлік шеңбер бойынша қарайтын болсақ, ол оқушылар төменде тұр. Төменде 2 минустың несінде ол минус 1-ге тең. Үстінде 2 плюстың төбесінде 90 градуста 1-ге тең, 90 градусқа қарама қарсы жағы минус 1-ге тең деп еске сақтап алсаңыздар болады екен. Так, синус 270 градуста минус 1-ге тең болса, демек 0,4-ті минус 1-ге көбейтеміз. Сәйкесінше бізде оқушылар минус 0,4
метр деген жауап шығады. Бұл бізде оқушылар д нұсқасында тұр екен. Өте маңызды есеп оқушылар. Себебі плюс 0,4 бар, 0 дегенде жауап бар, яғни сіз жауаптың мәнін қателестірсеңіз, бітті. Былайша айтқан кезде сіз синустың мәнін қателессе, ол есептің де мәні қате шығады деген сөз. Одан кейін екінші есепте бізде оқушылар не дейді? 0,1 секундтан кейінгі ығысуын сұрап жатыр. Так, амплитудасы және 0,1 секундтан кейін ығысуын сұрап жатыр. Амплитудасы оқушылар 0,4 деген сан ғой, енді x max ол бізде оқушылар 0,4-ке тең метрмен. Так, 0,4 метр деген бізде оқушылар в және с жауаптарында бар екен. Вот соларды алып қаламыз да, енді келеміз да не істейміз? Т-ның орнына қойып x-тің өзінің мәнін табамыз. X тең 0,4 синус 5 пи көбейтілген 0,1. 0,1 деген сөз 1 бөлінген 10 емес пе? Так, сонда 0,4 синус, енді 0,1 5-ке көбейтсек 0,5 пи болады. 0,5 пи дегеніміз пи бөлінген 2 ғой, былайша айтқан кезде бәрібір былайша айтқан кезде осыған келіп тұр. Ал ол синус 90 градус. Мынау бізде оқушылар синус 90 градусқа тең. Синус 90 градус 0,4 синус 90 градуста 1-ге тең. 0,4-ті 1-ге көбейтсек 0,4 метрдің өзі шығады екен. Демек оқушылар жауап с нұсқасында тұр екен. Келесі нөмір 3-ші тапсырма. Енді қараңыздар оқушылар, мына тапсырма үнемі қалмай келетін тапсырмалардың бірі. Нүктенің тербелісінің қозғалыс теңдеуі берілген x тең 0,5 синус фи деп тұр. Мына жерде оқушылар фи дегеніміз фаза. Яғни ол бастапқы фаза емес. Яғни фи оқушылар омега т плюс фи 0 деген дүниенің барлығына тең болып тұратын. Бұл бізде оқушылар фаза екен. Мынау фи 0 дегеніміз бастапқы фаза. Сондықтан екеуін оқушылар бізге шатастыруға болмайды. Так, орын ауыстыруы тербеліс амплитудасының жартысына тең болу фазасы қандай дейді? X max-тың жартысына тең дегенді өйстіп жазамыз. Негізгі теңдеу қандай? X тең 0,5 синус фи деп тұр. Енді x-іміз x max-тың жартысына тең болса, демек ол оқушылар 0,5-ті 2-ге бөлгенге тең, өйткені x max-на тұр ғой 0,5 деп. Соны 2-ге бөлсек 0,25 шығады. Так, немесе тіпті бүйтсек те болатын, x-ті бізге оқушылар x max-ты бермесе де болатын еді. Осы сөздің өзі жеткілікті негізінде. Так, x-тің орнына 0,5 бөлінген 2-ні қоямыз, тең 0,5 синус фи дейміз. 0,5 пен 0,5-ті қысқартып 1 қалдырамыз. Яқта 2-ден 1 қалды ғой. 2-ден 1 тең синус фиге. Қай кезде синус 2-ден 1-ге тең көрдіңіздер ме? Мына жерде синус берілді ме оқушылар? Жартысына тең болу керек деді ме? 2-ден 1 деген нәрсе уже сіздің ойлай беруіңіз керек. Синус 2-ден 1-ге қай кезде тең? Әрине ол 30 градуста. Демек оқушылар фи бізде 30 градусқа тең, немесе пи бөлінген оны 6 деп айтуға болады, дұрыс па? 180-ді 6-ға бөлсек 30 шықпай ма? Вот, осы жауап дұрыс екен. Келесі нөмір 4-ші тапсырма. Нүкте тербелісінің қозғалыс теңдеуі осындай. Нүктенің орын ауыстыруы амплитудасының жартысына тең болу уақыты қандай дейді? Так, дәл жаңағыдай, бірақ енді оқушылар бұл жерде уже мына жерде пи бөлінген 3-ті деп беріп тұр екен, Так, x тең 0,5 синус пи бөлінген 3-ті деп беріп тұр. Так, осы жерде оқушылар демек x 0,25-ке тең деп тағы да айтып тұр ғой. Яғни мына жердегі x max-тың жартысына тең деп тұр ше. Мына жерде x max бөлінген 2, мына жерде x max-тың өзі. Түсініксіз болып қалса, мен онда басынан бастап жазып көрсетейін. Мына жерде x тұр, мына жерде 0,5 тұр. Біздер енді орын ауыстыру амплитудасы жартысына тең деген сөз болса, демек мына x 0,5-тің жартысына тең, демек 0,25 деген сөз. Просто соны не дейміз? 0,25 тең теңестіріп мынаны жазып жібереміз. Синус пи бөлінген 3-ті деп. Осы нәрсені енді шешеміз. Так, 0,5 мына жаққа бөлініп барады. 0,25 0,5-ке бөлсек 0,5 шығады. Синус пи бөлінген 3-ті шығып тұр. Синус қай кезде 0,5-ке тең? Дәл жаңағы есеп секілді ғой. Просто енді синус қай кезде 0,5-ке тең? Мына жерін теңестіреміз енді. Пи бөлінген 3-тіні неше градусқа теңестіреміз? 30 градусқа теңестіреміз. 30 градус дегеніміз пи бөлінген 6. Демек, т тең болады нешеге? Пи мен пи қысқарады, 3-ні жаққа үстіне барады, 6 астында тұра береді. 3-ті 6-ға бөлсек 0,5 секунд деген жауап шығады екен с жауабынан. Келесі нөмірі 5-ші тапсырма. Гармоникалық тербелістің 2 секундтан кейінгі фазасы пи бөлінген 6, 3 секундтан кейінгі фазасы пи бөлінген 2 болса, бастапқы фазасы неге тең дейді? Бағана айттық қой, фазаның формуласы негізі оқушылар фи тең омега т плюс фи 0 деп ше. Осыны оқушылар 2 рет айтып отыр. Яғни 2 секундтан кейінгі фазасы осындай. Демек, оқушылар оны біз 2 рет жазуымыз керек. Так, фи 0 мына жерде. 3 секундтан кейінгі фазасы пи бөлінген 2. Көрдіңіздер ма?
бастапқы фаза оқушылар ол өзгермейтін шама. Бастапқы фаза өзгермейді. Мына жерде уақыт өзгергеніне байланысты фазасы өзгеріп отырады ше. Омега да өзгермейтін шама. Так, демек оқушылар мына жерде бізге орнына қою керек деген сөз ғой. Фи 1 деп отырғанымыз қаншаға тең бізде? Ол бізде оқушылар пи бөлінген 6-ға тең. Фи 2 бізде қаншаға тең? Ол бізде пи бөлінген 2-ге тең. Т1 қаншаға тең? 2 секундқа тең. Т2 қаншаға тең? Ол бізде 3 секундқа тең. Так, демек оқушылар біз есептің берілген толық жаздық. Енді мында соны әдемілеп орындарына түсірейік. Пи бөлінген 6 түседі мында. Тең омега көбейтілген 2 түседі плюс фи 0. Мында пи бөлінген 2 түседі тең омега көбейтілген 3 қосылған фи 0. Так, астынан үстін азайтып жіберсек, сол кезде мына фи 0 мен фи 0-ден не істейміз? Құтыламыз, дұрыс па? Астынан үстін азайтып жібереміз. Демек, пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 6-ны азайтамыз. Тең болады 3 омегадан азайтамыз 2 омеганы. Көрдіңіз ба? Астынан үстін азайтқанымыз дұрысырақ екен. Так, пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 6-ны азайтсақ, ортақ бөлім береміз мына жерде 3-ге. 3 пиден 1 пи азайтсақ 2 пи бөлінген 6. Так, тең болады мында 1 омегаға. Так, мында оқушылар 2 мен 6-ны қысқартып жіберсек, астында 3, үстінде 1 қалады. Демек, омега бізде оқушылар пи бөлінген 3-ге тең деген сөз. Омеганы тауып алғаннан кейін енді бастапқы фазаны табуға кірісеміз. Бастапқы фазаны мына жерден тапсақ болады. Пи бөлінген 6 минус 2 омега деп ше. Пи бөлінген 6-тан азайтамыз сонда 2 көбейтілген пи бөлінген 3-ті. Так, мына жерде оқушылар шатасып кетпеңіздер, ортақ бөлім беру керек 2-ден. Сонда мына 2 мына пидің астына тұр деп ойлай берсеңіз болады. Так, сонда бізде не шығып отыр? Пи бөлінген 6 минус 4 пи бөлінген 6 болады тұр. Бұл не деген сөз? Пиден 4 пи азайтсақ минус 3 пи бөлінген 6. Енді 3 пен 2-ні қысқартсақ, астында 2, үстінде минус пи. Минус пи бөлінген 2 деген жауап бізде оқушылар А нұсқасында тұр екен. Келесі нөмір 6-шы тапсырма. Осы тербелістің теңдеуін тап дейді. Мына қарасаңыздар, оқушылар 0-ден басталған, демек ол синус деген сөз. Жауаптың барлығы синуспен тұр. Сосын амплитудалық мәніне қарасаңыздар, оқушылар 4 пен 2-нің арасында 3 сантиметрге келіп тұр. Сантиметр болғаннан кейін 0,03 болады. Барлығы дұрыс. Енді бізге оқушылар омегасын табу керек. Бастапқы фазасы 0-ге тең, демек оқушылар В жауабы мен С жауабын сразу өсіріп жасақ болады. Ешқандай жылжу жоқ. Бастапқы фаза деген сол жылжу. Бұл жерде ешқандай жылжу жоқ. Так, енді не істейміз? Енді Т периодын табатын болсақ, 0-ден бастап мына 4-ге дейін периоды 4 секунд екен. Енді омеганы табатын болсақ, 2 пиді үлкен Т-ға бөлеміз. Сонда 2 пиді 4-ге бөлсек, пи бөлінген 2 шығады деген сөз. Енді теңдеуді жазамыз. Сонда x тең x max синус омега Т болады жай ғана, Просто орнына қоямыз. X max дегеніміз 0,03 синус пи бөлінген 2 Т деген жауап шығады екен. Так, сонда D емес, А нұсқасы келеді деген сөз. Мінекей пи бөлінген 2 Т деп тұр екен. А нұсқасы бізде толыққанды дұрыс жауап болып табылады. Келесі 7-те 1-ші тапсырма. Мына тербелістің теңдеуі керек. Мына тербелістің теңдеуі, құрметті оқушылар, бізде қалай жазылады? Әрине, ол косинуспен жазылады. Барлығы косинуспен тұр. Амплитудасы нешеге тең? Мына жерде 1 болса, мына жерде 2 деген сөз. 2 сантиметр болса, демек 0,02 метр болып жазылады деген сөз, Жауаптарға қарасаңыздар, енді мына жерде метр деп қате кетіп қалған, уже былайша айтқан есептің дұрыс жауабы жоқ екендігі белгілі ше. Бірақ енді десе де біз А, С варианттарын, яғни 1-мен басталып тұрғандар өшіп тастаймыз, 2 дегендерді қалдырайық. Жарайды, мына жерде сантиметр деп ойлайық ше, барлығында сантиметрмен берген деп ойлайық. Так, енді периодын тауып аламыз тағы да. Периоды мына төбеден басталса, мына төбеге дейінгі уақыт, ол бізде неше болады? 5, 10, 15, мына жер 20 деген сөз, 5, 10, 15, 20. Яғни 5-ке қосылып жатыр деген сөз. Периоды 20 болатын болса, демек омегасы қанша? 2 пиді бөлеміз 20-ға. Әрине, сонда 20 мен 2 қысқарады, пи бөлінген 10 қалады деген сөз. Демек, x тең 2 косинус пи бөлінген 10-ты жақшаның ішінде сантиметр болады деген сөз. Пи бөлінген 20 деген А жауабы келмейді. Мұнда плюс пи бөлінген 2 деп бастапқы фазаны жазып жіберген. Демек, уже Д жауабы нақты деген сөз. Келесі 7-те 2-ші тапсырма. Мына тербелістің теңдеуін тап дейді. Яғни бізге оқушылар 7-те 1 мен 7-те 2-де екі түрлі теңдеу берілген. Біреуі косинуспен екені көрініп тұр жоғарыдан басталғандықтан. Екіншісі синус, өйткені 0-ден 0-ден басталған екен, 0-ден 0-ден басталса, еще төменге қарай кетсе, оқушылар минус синус деген сөз. Минус синус екенін біліп тұрмыз, демек А және С варианттарын жүріп тастаймыз. Амплитудасы минус 2 екендігін көріп тұрмыз ғой, мінекей.
амплитудасы 2 немесе -2 көріп тұрмыз. В және Д жауаптары келеді. Бастапқы фазасы жоқ, яғни мына жерде уже пи бөлінген 2 деген бастапқы фаза жоқ. Демек сразу В вариантын сызып тастап Д-ны қалдырсақ болады. Давайте тексеріп көрейік. Периоды 4-ке тең болса, омегасы неге тең? 2 пиді бөлеміз үлкен Т-ға, 2 пиді бөлеміз сонда 4-ке, қысқарады, пи бөлінген 2 қалады деген сөз. Так, сонда Д жауабы нақты дұрыс деген сөз.